Ермухан Бекмаханұлы Бекмаханов Қазақстанда және Орта Азияда тұңғыш тарих ғылымдарының докторы, ғылым академиясының корреспондент мүшесі. Қазақстан 19 ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстанның Ресейге қосылуы, 19 ғасырдың Қазақстан тарихы бойынша очерктер, монографияларының, сондай-ақ орта мектепке арналған оқулықтардың авторы. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының негізін қалаушы. 1952 жылы 5 қыркүйекте Қазақстан 19 ғасырдың 20-40 жылдарында атты жұмысы үшін буржуазиялық ұлтшылдық деген айыппен қамауға алынды. Онда, айтап айтқанда, Қазақ ханы Кенесары Қасымов Ресей билігіне қарсы көтерген көтеріліс феодалдық монархиялық емес, қазақ халқының ұлт азаттық қозғалысы деп аталды. Бұл ғасыр процесі болды. Соңында мынадай үдеріс болды. Сот тергеуімен тексерілген алдын ала тергеу материалдарымен айыпталушы Бекмаханов өзінің тарих ғылымы саласындағы ғылыми қызметкер ретіндегі позициясын пайдалана отырып, 1942-51 жылдар аралығында өз еңбектерінде тарихи фактілерді бұрмалап, сөйлеген сөздерінде буржуазиялық ұлтшыл идеологияны насихаттап, феодалдық бай жүйесін және оның реакциялық хандары мен сұлтандарын мақтады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде және Ресей Кеңестік Федеративтік Социалистік Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 319 және 320 баптарын басшылыққа ала отырып, Бекмаханов Ермухан Ресей Кеңестік Федеративтік Социалистік Республикасының қылмыстық кодексінің 58-10 бабының 2 бөлігі бойынша 58-2 баппен 25 жылға дейін еңбекпен түзету лагерінде сайлау құқығында 5 жыл мерзімге жеңіліспен және өзіне тиесілі мүлікті тәркілеумен қамауға алынсын деп алқа үкім шығарды. Мұндай үкім 1952 жылы 4 желтоқсанда өткен ғасырдың ең жарқын адамдарының бірі, Қазақстандағы тұңғыш тарих ғылымдарының докторы, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының ғылым академиясының корреспондент мүшесі Ермухан Бекмахановқа оның еңбектері мен сөздерінде айтылған ұлтшылдық көзқарастары үшін шығарылды. Бұл Сталиндік қуғын-сүргіннің 3-ші толқыны болды және оның құрамдас бөліктерінің бірі буржуазиялық ұлтшылдық науқаны болды. Ол Бекмахановтың тағдырындағы қайғылы бұрылысты анықтады. Сталин қайтыс болғаннан кейін әріптестер Бекмахановты босатуға қол жеткізді. Бұл 1954 жылы болды. Босатылғаннан кейін ол ақталды. Ермухан Бекмаханұлы 19-20 ғасырдың басындағы Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық және саяси тарихының, бірінші орыс революциясы кезеңіндегі өлкедегі революциялық қозғалыстың проблемаларын зерттеуші, этнография, тарих, әдебиет, құқықтық ғылымдар, атеизм, қазақтардың мәдениет және өнер тарихы, орта мектепке арналған Қазақстан тарихы бойынша оқулықтар мен оқу құралдарының авторы болды. Қызыл жұлдыз орденімен және медальдармен марапатталған. 1966 жылы 15 қыркүйекте қайтыс болды. Алматы қаласының орталық зиратында жерленген.